Жетінші бөлім. Харун оқиғасы. Кеңішім, қараңызшы, қандай керемет кеме. Иә, бұл жолаушы таситын кеме. Қараңыз, олар сәнді киініп алыпты. Мүмкін тойға бара жатыр ма екен? Той дейсің бе? Теңізде қандай той? Әрине олай емес. Бұл сапар киімі. Ал той томалақтарға бұдан да әдемісін киеді. Сонда бұл киімдерден де әдемісі бар ма? Қолыңды олай бұлғама. Мен сияқты қолыңды көтеріп оларға сәлем бер. Неге сізде осы сияқты үлкен, әрі әдемі кеме жоқ? Ол кеме адам тасу үшін. Ал менің кемем жүк тасымалдауға арналған. Сондықтан да маған сәндеп, әрленген кеме керек емес. Мен үлкейгенде адам таситын кемені жүргізетін болам. Бейрут айлағына жақындап қалдық. Лулу мен Маржанғай тоқтауға дайындалсын. Не деген ғажап. Бұл шебер Алланың жаратқаны. Расымен де Ливанның табиғаты адамды баурап алады. Табиғатты айтып тұрған жоқпын. Ана керемет ғимараттарды айтамын. Оның қандай ғажайыптылығы бар. Адамдар тұратын кәдімгі үйлер. Сахаралықтар кішкентай ғана шатырда тұрса, бұлар болса... Иә, дұрыс айтасың. Бұл жақтың үйлері өте әдемі. Бұнда қабырғаны асыл тастардан қалай ма? Олай емес. Бұл сәнделген әйнек терезелер ғой. Күн сәулесіне шағылысып, жылтырап тұр. Бақшаларды үйдің үстіне еге ме? Жоқ. Ол жүзім, түймедақ және ақ гүлмен көмкерілген бастырма ғой. Үйдегілер соның саясында демалып отырады. Я Алла! Өмірімде бұндай биік төсекте ұйықтап көрмеппін. Зиятжан, бұл қалалықтар жататын төсек. Бірақ мен кемедегі тақтай ағаштың үстінде ұйықтағанды ұнатам. Қалайша? Мынау жібектей жұмсақ, ақ мамық жастыққа қарасаңызшы. Қандай керемет өмір. Зиятжан, байқауымша сен сыртқы көрініске қатты шектен тыс мән береді екенсің. Мен бақытты әрі жақсы өмір сүргенді армандаймын. Балам, бақыт деген сыртқы көріністен емес, ішкі жан дүниеден бастау алады. Түсінбедім. Бақытты болғың келсе, Алланың тағдырына иман етіп, соған разы болуың керек. Қаншама байларды бақытсыз еткен сол байлықтар емес пе? Мүмкін емес. Сонда байлықтың әсерінен де бақытсыз бола ма? Сен байлардың байы болған Харунның қиссасын естімегенсің бе? Жоқ, ол қандай оқиға? Харун Мұсаның үмбетіндегі Аллаға иман келтіргендердің бірі еді. Әрі Мұсаның көкесінің баласы болатын. Бірақ оның ашкөздігі мен байлыққа деген құмарлығы адамдарға зұлымдық жасап, мейірім дегенді ұмытуға дейін жеткізді. Қош көрдік, Харун мырза. Мыналардың жұмысы көңіліңізден шыға ма? Маған сенің ынтаң ұнайды. Ынталы жігіт екенсің. О, не дегеніңіз? Рахмет, мырзам. Мені ойландыратын бір сұрағым бар еді. Сұрай бер. Бұл құрылысты неге сонша үлкен тастармен салып жатырсыз? Мыңдаған жылдарға дейін қирамай қалпында тұру үшін. Неге мыңдаған жылдар? Айтпағым, кішірек тастарды қолданып, қалғанын өз пайдамызға жаратсақ болмай ма? Ең маңыздысы пайдаға кенелу емес, Харун. Харун мырза! Харун мырза! Сехім, не болып қалды? Әкеңіз қатты ауырып жатыр, мырзам. Менің мұнда маңызды іспен айналысып жатқанымды көрмей тұрсың ба? Шаруа күте тұрады. Барып әкеңнің жағдайын білгенің дұрыс.
Балам, сен маған дәрі әкелдің бе? Жоқ, әке. Өзіңіз білесіз, шаруа бастан асады, ұмытып кетіппін. Келесі жолы алып келем. Уайымдамаңыз. Ай, білмейм. Келесі жолы болар мекен. Мені жақсылап тыңда. Я, әкешім, бір жерге қазына жасырып қойып бедіңіз? Жоқ, Харун. Менде бір отар қойдан басқа ештеңе жоқ қой. Саған ақшадан да маңызды нәрсе туралы айтпақшымын. Ақшадан басқа нәрсе? Я, құлағым сізде. Айта беріңіз. Көкеңнің баласы Мұса. Ол қалада бір адамды өлтіріп қойып, қашып жүрген жоқ па? Қол оны абайсызда өлтіріп алды. Айтпағым бұл емес. Сонда сіз менің не істегенімді қалайсыз? Оған шын жанашыр бауыр бол. Бір-біріңе сүйеніш болыңдар. Дүние ешкімнің қолында мәңгі қалмайды. Біліп қой. Я. Шынымен осы уақытқа дейін жиған терген ештеңеңіз жоқ па сонда? Бір отар қой ғана. Әке! Әке! Қызық жағдай. Әкесіне мирасқа қалған қойларының бәрін сойып, сарайымның алдында адамдарды тамақтандырған нес. Оны құзырма келіңдер. Шыныңды айтмаған. Әкеңнен қалған қойларды неге сойдың? Сізде ола патшаның таққа отырған құрметіне сойдым. Кеше әкең өле тұра, бүгін тойлап жүрсің бе сонда? Мырзам, Перғауын біздің атанамыздан, тіпті өзімізден де артық қой. Әкеңнен айырылғаныңа қайғырып жүрген жақсың ба? Перғауынның таққа отыру кешінде қалайша қайғырып жүрем? Айтыңызшы, олы Перғауынның өшірініңді. Маған айтар мұқтаждығың бар ма? Я, ұлы мәртебелім. Мен сізге айттым ғой, мырзам. Шынайы жүзі ашылады деп. Ей, Хаман, тұра тұр. Сөйле Қарун, не қалайсың? Сізден өтініп сұрайтыным, өзіңізге қарсы шығып, тау бөктеріне қашқындармен соғысуыма рұқсат берсеңіз. Дегенің болсын, таудың барлығы өзіңдікі деп есептей бер. Менің жауларымды қалай болса да іздеп табуыңа рұқсат. Сөйтіп жазасын бер. Рахмет, патшам. Адал әйеліңе осындай арзан алтын алқалып беруге ұялмаймысың? Тетей сүйіктім, қазір жағдайым бұрынғыдай емес. Менде баяғыдай мол байлық жоқ. Қалайша? Сен білдей бір үлкен сәулетшісің ғой. Бұл түкке де тұрғысыз атақ қана. Харун үйлерді алып сатуды бастағалы бері маған бір күндік азығымды табудың өзі қиындап кетті. Харун деген сенің кішкентай шәкіртің емес пе? Иә, бұрын шәкіртім еді, ал қазір Мысырдағы ең мықты саудагер болды. Шынымен мына таудың бәрі өзімдікі деп ойлайсың ба? Соны айтшы. Мырзам, мен олай ойламаймын. Бұл ұлы Перғауынның шешімі болатын. Қазба байлықтарын алып, өз пайдаңа сатсын деп емес. Жаудан тазартсын деп берген еді ғой. Хаман мырза, бізге оңашалау, тыныш жерге барып, жеке сөйлесу керек деп ойлаймын. Ертең басшылыққа келді. Ол жұмысшылар мен жазушыларға толы жер ғой. Басқа қай жерді ұсынайын деп едің? Менің сарайыма келіңіз. Оның үстіне сіздің менің құрметті қонағым болғаныңыз мен үшін үлкен мәртебе. Неткен тілі үйрер тағам. Мырзам, мына балықтан ауыз тиіп көрмейсіз бе? Мынау не?
асыл тасты алтын жүзік тауып алдым. Ол балықтың ішінде қайдан жүр? Түсінбедім. Бұл сіздің несібеңіз, өзіңізде қалдырыңыз. Келесі балықты көрсеңізші. Балықтың ішінде тағы бір жүзік. Таза алтыннан жасалған. Керемет. Таудағы мәселелер жайлы сөйлесіп жатыр едік. Тау дейсің бе? Ол тау саған перғауынның бұйрығымен берілген тау ғой. Онда тұрған не бар дейсің? Жоқ, онда тұрған ештеңе жоқ. Тағы да балықтан алыңыз. Рахмет. Қарным жарылайын деп тұр. Тойдым. Бірақ отбасыма мына қалған балықтарды алып кетсем деп едім. Балығың қанша тұрады? 2 күміс тиын. Ханым, Неге? Өткен аптада ғана 1 күміс тиын қалған едім ғой. онда сол аптаға барда 1 тиынға сатып ал. Мазарда барлық нәрсенің бағасы өсіп кетті. Әрине, енді балықты Харунның қайықтарымен аулап, жемістерді Харунның бақшасынан жинап алды емес пе? Естуімше ол жаратылыстан өлімін жақсы меңгерген. Тастарды алтынға айналдырады деседі. Рас болса, рас та шығар. Мен де солай естігенмін. Не деген жол болғыш адам. Естігендерім осы, мырзам. Солай дей ме? Олай еместігін жариялайық па? Жоқ, адамдардың осы өсектің рас екеніне сенгендерін қалайым. Ей, сиқым, мені тыңда. Әміріңізге құлдық, мырзам. Жер қайысқан қалың жасақтың қатаң бақылауымен, жұрттың көзінше құмды менің қазынама тасытқызайық. Ештеңе түсінбедім. Адамдар менің құмда алтын, жақот, зүбәржаттар секілді қазынама тасып жатқанымды көрсе, олар расында да менің құмды алтынға айналдыратыныма сене бастайды. Әлі де түсіне қоймадым. Сонда алтынның құны түседі. Оны көрген халық алтынды тас құрлы көрмей маған сата бастайды. Ал сіз оны 2 есе төмен бағада сатып аласыз ба? Сиқым, ақыры түсіне бастадың ау. Бүгін алған алтындарды тіпті қоятын жер жоқ. Мырзам, онда жаңадан 20 қазына қоймасын тұрғызыңдар. Көп болады, мырзам. Адамдар енді не деп жатыр? Олар ақмақ сияқты құмды жинап, алтынға айналдырамыз деп шапқылап, жүгіріп жүр. Бұл өте жақсы жаңалық. Құмды оларға ең жоғары бағамен сатып жібер. Кілт көтерушілерім, тоқтай тұрыңдар. Сиқым, мына күзет саны тіптен аз ғой. 100 адам ауысып қорғап жүр емес пе, мырзам? Аз деп тұрмын мен. Күзетке 1000 адам ғой. Көп болады. Мына адам бақшамда не істеп жүр? Алланың бергеніне маған да берші. Мұның бәрі маған Алла берді деп ойласаң, ендеше сен де барып Алладан сұрасаңшы. Барғане, бар сұра. Ей, сараң, ертең өлсең бәрібір дүниен қалады емес пе? Сиқым, менің бақшам тіленшілер жүретін жерге айналып кеткен бе? Қалай кіріп кеткенім байқамаппыз, мырзам. Сиқым, не деген бассыздық? Тіленшілер кіріп жүрсе, сөзсіз онда ертең ұрылар да кіреді ғой. Кешіріңіз, мырзам. Бұл қателік енді қайталанбайды. Сен маған адамдардың не деп жүргенін айт. Олар Мадиян жерінен Мұсаның қайтып келгендігін, әрі Тур тауында Құдайды көргені жайлы сөз қозғап жүр. Уақыттарын қалай байлық жинайым деп өткізудің орнына, қайдағы жоқ аңыздар тыңдауға қортып жүрген ақымақтар ай.
Сенің бауырың мұса, менен басқа бір құдай бар деп жүр. Не айтқысы келсе, соны айта берсін. Адамдар бәрібірде ұлылығыңызды біледі ғой. Бұл жолғы сөздері қауіпті. Істері одан да қатерлі екен. Түсінбедім? Қолын қалтасына салып шығарған ет, қолы күндей жарқырап шықты. Құдды қалтасынан күн мен айды шығарғандай. Қызық екен. Одан да таңғажайып нәрсе жасағанын өз көзіммен көрдім. Не нәрсе? Қолындағы аса таяғын жерге тастағанда, кенеттен қозғалған жыланға айналды. Жылан, таяқ жыланға айналды. Оған несіне күлесің, Харун? Патшам, бұл сиқыршылардың айласы. Ондайларды талай жерден көргем. Солай екеніне сенімдісің бе? Әрине сенімді түрде айтам. Ол сиқыршы. Расында біз Мұса мен Харунды Перғауын, Хаман және Харунға елші ғып жібердік. Олар өтірікші, сиқыршы деді. Харун өзінің пайғамбар бауырына қарсы шыға ма? Ашкөздік дүниенің қызылды жасылдысына алдану осылай істеуіне апарады. Одан кейін не болды? Көптеген оқиғалар болды. Бірақ та ұйықтайтын уақыт болып қалды. Жақсы, түсімде Харунның қазынасын көрейін. Я Раббым Алла, өзіңді еске алатын жүрек бер, кеңшілігіңмен байытып, өзгеге мұқтаж етпе.